Бүгін сіздермен артикльдер тақырыбын өтеміз. Артикльдер дегеніміз зат есімдердің алдына қойылатын қызметші сөздер. Именно зат есімдердің алдына қойылады. Зат есімді еске түсірейік, кім не деген сұраққа жауап береді. Қазақ және орыс тілінде артикльдер жоқ. Сондықтан бұл тақырып сіздерге таныс емес болса, ешқандай уайымдамаңыздар. Ағылшын тілінде артикльдердің екі түрі бар. Белгілілік және белгісіздік. Осы екі түрі, белгілі, белгісіз артикль бар. Белгісіз артикльге тоқталайық. А және Н. Міне, ол дауыссыз дыбыстардың алдына қолданылады. Мысалы, a table, a dictionary, a teacher, a big apple. Так, енді, мысалы, қараңыздар, take a map, бір картаны ал деген сөз. I'm a student, мен студентпін. Енді N, A және N, осы екеуі белгісіздік артикліне кіреді. N дауысты дыбыстардың алдына қойылады. Мысалы, an apple, an orange, an hour, an yellow pencil. Так, мысалы, мына жерде қараңыздар, дауыссыз дыбыстардың алдына қойылса A, ал N ол дауысты дыбыстардың. Дауысты дыбыстарында шынымен де неудобно ғой, apple десек, немесе orange десек. Енді I'm reading an interesting book. Мен қызықты кітап. Ағылшын тіліндегі артикльдің екінші түрі бұл белгілілік артиклі. Definite article ол the. The деген артикль. Бұл ағылшын тіліндегі this деген сөзден шыққан, яғни мағынасы бұл деген сөз. Нақты қай зат туралы айтылып тұр, соны білдіреді. Мысалы, қарайықшы, айырмашылығын түсіну үшін take a pen деп айтатын болсақ, сіз телефонмен сөйлесіп тұрсыз, сосын маған ручка берші дейсіз да, бір қасыңыздағы адамға. Оған егер ручка берші десеңіз, үйдің ішін аралап кетеді, қандай да бір ручка, любой ручка бере саласын. Ал егер де ана ручканы алып берші десең, онда мысалы залда тұрсыздар екеуіңіз, столдың үстінде бір ручка тұр. Ол шауып барып, басқа жаққа барып, басқа ручканы алып білмейді ғой, именно сіз айтып тұрған ручканы ол да көріп тұрды, барады да именно сол ручканы сізге әкеп береді столдың үстіндегі. Сол сияқты да белгілі ручка және белгісіз. Белгісіз болғанда ол любой ручка деген сөз ғой. Мысалы, take a pen болса, қаламды алыңыз, яғни кез келген любойын ала сал деген сөз. А take the pen болса, онда жаңағыдай ана ручканы ал деген сөз. Көрініп тұрған, яғни сіздер екеуіңізде білетін ручка да. The белгілілік артиклінің қолданылуы. Мысалы, the book that I'm reading is on the table. Мен оқып отырған кітап столдың үстінде. The books that I'm reading are on the table. Мына жерде көпше түрде. Books кітаптар столдың үстінде деген сөз. Енді тексттегі зат есім бір рет айтылғаннан кейін, уже тағы да екінші рет қайталанатын болса, the артиклі қолданылады. Мысалы, the Smiths have bought a new house. Смиттер әулеті жаңа үй сатып алды. A new house деп айтып жатыр да басында текстте. Одан кейін келесі айтқанда уже ана үй бізде белгілі үй болып кетті уже. The house is very high. Ол үй өте биік. Ол үй өте биік дейді, яғни уже белгілі қай үй туралы айтып тұр. Значит, Смиттердің үйі туралы айтып тұр деген сөз. Және the артиклі осы жалғыз атауларда қолданылады. Мысалы, бізде жер бетінде не жалғыз? Күн жалғыз, ай жалғыз, жер планетасы жалғыз. The sun, the moon, the earth. The sun was shining, мысалы. Күн сәулесін шашып тұрды дейді. Келесі, John's house. Біреудің заты туралы айтқан кезде, мысалы, John's house, Джонның үйі болса, онда ешқандай артикль қолданылмайды. I met Nancy's sister. Мен Нансидің сестрасын кездестіріп қалдым дейді. My apartment. Менің пәтерім. Бұл жерде тоже біз өттік, my, your, his, her деген тәуілдік
сын есімдерді өттік қой, сол кезде ешқандай да артикль қолданылмайды, бірден зат есім өзі кете береді. My apartment, мысалы, сенің машинаң болса, your car болады. Your the car болмайды, просто так your car болады. Ешқандай да артикльсіз. Одан кейін that teacher, ана мұғалім, ол мұғалім. That деген ол нұсқаушы, сілтеу есімдігі. Оны кейінгі сабақтарда өтеміз. That қолданылса, егер тәуелділік есімі қолданылса, онда артикль ешқандай қолданылмайды. Бүгінгі сабақ осы.